керек былай. Ал егер бұл скелетке болып бүйтіп жабысып қалған болатын болса, ол мына жерге бір эритроцит келеді, закупорит етіп бәрі кіргізбей тастайды. Сол кезде не болады? Мына гипоксия болады, начале ауа жетпейді, одан кейін не істейді? Некроз, өледі мына нервный клетка. Сөйтіп бұнда арақ ішкен кезде пиво ішесіз бе, арақ ішесіз, оның бәрінде құрамында этиловый спирт, нервный клеткалар өледі, головной мозгта. Олар өліп қана қоймайды, не істейді? Кроме того, 36-37 градус температура черептің астында ол сасиды. Сасыған кезде адамның басы ауырады, нервный болады, шаршайды. Кешегі арақ ішкен адам бүгін қаншама нервный клеткасын өлтіреді. Организмдағы өлген клеткалар басты ауыртып жатқасын, организм құтылу керек, не істейді? Организмдегі барлық жидкостьті черептің ішіне кіргізеді. Сосын ана промывать етіп жуады, организм су кетіп қалған соң сушняк болады, тірі келеді, тіл санақтап бас ауырып әлек шығады. Сосын мынаның бәрін жуады да через мочеполовой пути әлгіні кіші дәретпен сүйіп тастайды. Кто сегодня вчера пил водку дейді, или пиво, утром он мочится собственными мозгами дейді. Бір Жданов деген бір ученый бар, жақсы дос болып қалдық. Ол тек қана Жданов, медицинский ученый, мен дәрігермін ғой, сіздерге айтып отырған. Бұл этиловый спирт обладает протоплазматический яд деп 300 жыл назад врачтар заключение берген медицина. Ол бізде бар нәрсе. Бұның эритроцит әлгі кімді қанды существовать ететінде белгілі нәрсе. Міне көрдіңіз бе? Нервный клеткалар головной мозгтың өліп қалды. Не болды енді? Міне өзіңіз ойлай беріңіздер. Сондықтан біздің әлгі адамның организмінде денсаулығы, бытықшылық айта берсе бұл жерде көп мәселе бар. Бұл страшный нәрсе, арақ деген. Яд, протоплазматический яд. Оны бүгінгі таңда ішуіміз, ішу деген ол не нәрсе вообще? Ол не қылған ол дрожжевой бактерияның боқсыдығы. Моча дрожжевой бактерии. Оны ішсең ол біз үшін, біздің организмның яд, отрава, протоплазматический яд. Ал енді пиво деген мәселесінде кішкене айтсақ, пивоның құрамында бәлгі хмель деген бар. Хмель деген шөп, хмельдің құрамында фитоэстроген деген бар. Фитоэстроген деген женский гормон. Просто мен қазір көп әңгіме айтар едім, мен мына жерде ақсап тұрған жағдай, мына фитоэстроген деген женский гормон. Женский гормон дегеніңіз ол не нәрсе? Мына бүгін сіз пивоны ішкен сайын, мысалы мынау ұл бала, қыз бала дейді, определенный возрастта. Половозрелый возрастқа келген кезде ер балада тестостерон деген гормон, қыз балада әлгі прогестерон деген женский гормон пайда болады. Ана еркектің гормоны пайда болған, оның мұрт тебінде еркек болып даусы гүрілдей бастайды баланың, қыз баланың иығы кішірейіп, бөксесі кеңейіп, қыз болып нежный бола бастайды. Вот міне оның белгісі, гормон пайда болады. Әлгі месячный цикл пайда болады, әйел бола бастайды. Көрдіңіз бе? Осындай қасиеттер бол, гормон. Ал сол женский гормонды іше берген, әлгі пивоны іше берген адам, кәдімгі женский гормонды іше бершіп, не істейді? Современем мужской гормонды, женский гормон преобладать етеді. Сол кезде ол еркекті не істейді? Әлгі импотенция деген болады. Сондықтан міне бүгінгі таңда пивоны, әлгі ана кімде ана Афинада олимпиада болған кезде пивной барондар финансировать етті ғой. Сол кезде пивоның қасында виаграсын рекламировать етті. Неге? Виагра деген половой возбудитель. Почему? Потому что ол как раз таки организмге еркекті қасиеттен айырады. Әйел баласы не істейді? Оның организм женский гормон итагес, ол увеличивать етеді да, оның половой потребності күшейіп кетеді. Сондықтан кімде сайын көшесінде қыздарымыз бір қолында бөтелке, бір қолында шылым, пивасымен ішіп отырып, бір күнде бір адам, екі адаммен жыныстық қатынасқан адам жеркенеді. А ол бір күнде 7-8 шақты адаммен жыныстық қатынаста бола береді. Неге? Потому что ол потребность күшейіп кетеді. Мынау Москвада бір эксперимент болған, сол эксперимент айтып бітірейін, енді жігіттер тосып тұр ғой. Мына кімді кристерге эксперимент жасаған ғой. Соларға су, пиво қойған. Пивоны ішіп, кристер пиво үйреніп алған, су ішпейтін болған. Бір кезде біраз уақыт өткөсін, еркек кристер пивоға тойып алады, рақатанып, домалап нежный болып жата береді екен. Ақырын до такой степени нежный жұмсақ, пивоға тойып алады, жатады, пивоға тойып алады, жатады. Ұрғашылардың бір кезде көздері қызарып, тістері шақылдап, осылай былай жігерленіп күшейе бас. Ақырайған до такой степени пигіне жеткен кезде ұрғашы кристерін істеген еркек кристер бычыт қып қан жосағып жеп, жылып тастаған жоқ қылар. Аллар шошып не болып қалды деп, енді экспериментаторда ішін жарып, ашып скрытие жасаса, матка увеличенный, отечный, внутри полон слизи, страшный потребность болған ұрғашыларда, көрдіңіз бе? Сондықтан ана рекламалардың өзінде қарап отырсаң, кейде таң қалам келе жатып, Алматыда бүйтіп келе жатсам ана кімді? Бір еркектің үстіне бір әйел мініп алып, охота, сильный охота деп бір реклама жасап қой. Қарашымызға қарап отырсың. Қандай өзі біліп тұр ғой, не істеп тұрған. Ананың қасына виаграны рекламировать етіп отыр. Міне женский гормон деген пәлекет. Қарасаң сплошной вред. Алла тағала болмайды деген нәрсе расында да болмайды. Сондықтан бұны біз расында таратуымыз керек, ұрпақты құтқаруымыз керек. Сондықтан бүгін халалды мысалы мен тек қана мына кіммен етпеймін, халалдың жақсы жүріп жатқан себебін түсіндіремін осылай. Каждый заводқа барам, орысқа да, қазаққа да, орыстар мен не үшін қолдап жатыр дейсіз осы? Шошқа үшін 50%, 60% предприятие бүгінгі таңда осы істеп жатқан халал заводтардың орыстар басшылары. Мынаны естіген кезде, мына шошқаны көрдіңіз бе? Мәселесі мынада. Шошқа тек қана Құранда нельзя деп айтып тұрған жоқ. Шошқа Библияда да бар. Второзаконие
14 глава 8 стихта айтады: свинья, хотя копыта раздваивает, жвачку не жует, нечиста она для вас, нечиста, не ешьте его мясо и трупом не прикасайтесь, дейді Библияда. Осыны айтқан кезде орыстар өз есеңгіреп қалады. Ана Библиясын ашып тексеріп келеді бірінші барып. Библиялар бар ғой. Сосын айтты: болды, я с тобой работаю дейді. Көрдіңіз мәселе.